Арыстарыңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан, және де мен бүгін сіздерге осындай овальная бомбоньерканың қалай жиналатынын көрсететін боламын. Осы заказдан неше ақша тапқанымды білгілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Ең алдымен мен қандай заттарды қолданамын, соны көрсеткім келіп тұр. Біріншісі ол әрине қайшы, екіншісі канцелярский ножик, қарапайым сызғыш. Менде доска для беговки жоқ болғандықтан мен осындай қарапайым тақтайды қолданамын. Клей, қағаз клейлейтін. Осы клей жақсы, маған ұнады. Жақсы жабыстырады. Дырокол, двусторонний скотч. Заказдарым көбейгеннен кейін осындай резак сатып алған болатын. А4 форматта. Егер заказдарыңыз көп болып кетсе, осы резакты алуға кеңес беремін. Жұмыс жасау өте ыңғайлы, жеңіл. Және де әрине қағаз. Қандай қағаз, қандай граммовкада қолданатын келесі видеода толық обзор түсіретін боламын. Енді овалды бомбоньерканың жинауына келетін болсақ, видеода көрсетілгендей контур бойынша қырқып шығамыз. Бағанағы сұрағым жауабын айта берейін. Бұл жерде клиент 100 штук заказ берді. Бір пачка қағазда 50 штук қағаз болады. Бағасы шамамен 1000 теңге, 1300 теңгенің арасында тұрады. Сондайдан 2 пачка кетті, және де краска 3500 теңге, бірақ мен бұл жерде бүкілін қолданған жоқпын. Одан аз кетті. Сол себептен где-то дополнительный расход ленталармен қосқанда тағы да бір 3000 теңге дейік. Шақты қатты баспай, осы сызықтар бойынша жүргізіп шығамыз. Сол кезде біздің бомбоньеркамыздың бүгілуі өте жеңіл болады, және де аккуратно көрінетін болады. Міне осылай бүгіп қарап шығамыз. Артық жерлерін кесіп, жоғарғы жағын өстіп дыроколмен тесіп аламыз. Бұл жерден лента өткізетін боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, керек жерлерін клейлеп жабыстырып аламыз. Бомбоньеркамыз дайын болды. Мен бұл жерде қағаздарды 1300 теңгеден алдым. 1300-ден 2 пачка 2600 теңге, расход тағы да 3000 теңге. Сонда менің шығыным шамамен 5600-6000 теңгедей болды. Мен бұл заказды 180 теңгеден орындадым. Бұл жерде таза табыс 10-11 мың теңге деп айта аламын. Өздеріңіздің еңбектеріңізді қаншаға бағалайсыздар, өздеріңіз білесіздер. Мен сияқты бомбоньерка жасап табыс тапқыларыңыз келсе, мен YouTube каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Аружан, сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер.